Сәлем достар. Бүгін бір оқырманнан мынадай сұрақ түскен екен. 8 айлық балам сиген кезде памперсінің іші қызғылт болып жатыр. Ол неден болуы мүмкін деп. Негізінен, егер де сіздің балаңызда осындай сиген кезде, памперсін ауыстырып жатқан кезде қызғылт түсті болып өзгеріп жатқанын байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерден консультация алуыңыз керек. Себебі жалпы зәрдің құрамында мұндай қызыл түске ауысуы ол қан кетудің белгісі болып саналады. Соған подозрение жасап, міндетті түрде дәрігер шақыртып, общий анализ мочи, яғни зәр анализін тапсыруға асығыңыз. Енді жалпы физиологиялық жағдайда кімдерде бұндай кездесу мүмкін? Яғни моча нормально, то есть анализ тапсырған кезде эритроциттер жоқ, қан кету анықталмады, бірақ неге зәрдің түсі осындай қызғылт түс болып ауысып жатыр деген одан бөлек физиологиялық процестер болуы мүмкін себептер ретінде. Біріншісі, егер де сіздің балаңыз қызылша, яғни зәрдің түсін өзгертетін қандай да бір тағамды қабылдаса, онда зәрдің түсі қызғылт болып ауысуы мүмкін. Екінші себебі, егер де балаңыз суды аз ішетін болса, тоже ол себептен болуы мүмкін. Және кейбір памперстердің өзінің түсі болуы мүмкін. Сондай түс бөлінетін болып, яғни памперс толған кезде іші розовыйға ауысуы мүмкін. Сондай памперстер болады. Және тағы бір себеп бар, ол негізінен жаңа туған балаларда болады. Оны зәр қышқылды инфаркт деп атаймыз. Жаңа туған балаларда қанында ураттар көбейіп кетеді да, 10 күнге дейін, пока сол қаннан тазарып сыртқа шыққанша, зәрдің түсі розовый, қызғылт түс болып өзгеруі мүмкін. Бірақ бұл физиологиялық процесс, бала 10 күн өткеннен кейін зәрінің түсі нормаға ауысады. Сондықтан да егер де сіз балаңыздың зәрінде қандай да бір ерекшелік, өзгеріс байқасаңыз, просто қарап өтпеңіз, дәрігерге асығыңыз дегім келеді. Сұрақ болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар.